Ең қиын нәрсе өзіңмен жұмыс жасап, өзіңнің ішіңе үңілу. Ең қиыны өзіңмен бетпе-бет келу, қыздар, себебі сен өзіңмен жеке қалған кезде, өзіңнің ішіңе үңілген кезде, өзіңнің екі жүзді екеніңді көресің, өзіңнің өтірікші екеніңді көресің, өзіңнің жалқау екеніңді көресің, өзіңнің бір жұмысты бастап аяғына дейін жеткізбей жатқаныңды көресің, өзіңнің намаздарыңды қаза қылып жатқаныңды көресің, өзіңнің тахаджудқа тұра алмай жатқанын көресің, өзіңнің спортты бастап аяғына дейін жеткізбей жатқанын көресің, өзіңнің салауат оқығың келеді, бірақ салауатты до конца оқымай тастап кеткеніңді көресің, өзіңнің ішіңде қызғанышыңды, екінші адамға деген көре алмаушылығыңды, бүкіл өзіңнің жаман қасиеттеріңді көрген кезде, өзіңе деген сыйластығың жоғалады, өзіңді жек көре бастайсың, бірақ бұның барлығының, қыздар, себебі бар. Бұнысының себебін тауып, осымен күрескен кезде, соның себебін тауып, сонымен жұмыс жасаған кезде сіздерде барлығы жақсы болады, Мысалға дейік, неге көп әйел ашуланады? Неге күйеуіне ішіндегісін жай сөзбен айтып жете алмайды? Неге ашумен айтады? Себебі кішкентай кезінде ондай қыздар өзінің ішіндегі қалауын анасына немесе әкесіне айта алмаған. Олар әкесі мен анасы не әпереді, соны көніп, киіп жүре берген, Сол үшін ол өзінің қалауын күйеуіне де айта алмайды, өзінің қалауын күйеуіне жеткізе алмайды, бірақ өзінің айтқысы келген нәрсесін барлығын агрессиямен айтады. Әйел адамда көбіне күйеуіне ашуланып айту, екінші адамға ашуланбай айту, осы кішкентай кезде айта алмағандықтан. Осындай бүкіл нәрсеңіздің себебі бар, неге сіз тахаджудқа тұра алмайсыз? Оның да себебі бар, тахаджудқа тұрып бір арманыңыз айтқыңыз келетін жер, бірақ ол сіз арманыңызға сенбейсіз, оның орындалмайтынына сенбейсіз. Болмаса ол арманыңыздан қорқасыз, сол арманнан қорыққаннан кейін барып сіз тахаджудқа тұрғыңыз келмейтін шығар мүмкін. Егер Аллах тағалам шынымен мен сол нәрсені сұрап, Аллах тағалам беріп қалса, мен не істеймін, мен қалай жасаймын деген қорқыныш болатын шығар, қыздар. Әрбір нәрсенің астында, түбінде бір себебі бар. Сол себебін анықтап, сол нәрсемен жұмыс жасаған кезде сіздер барлық нәрсені түсінесіздер. Енді осындай проблемаларыңыздың себебін анықтап, сонымен жұмыс жасағыларыңыз келсе, маған жекеге жазыңыздар, мен сіздерге разбор жасап беремін.